Армысың ағайын, қой жүні туралы не білеміз? Одан көрпе, киім мен киіз жасайтынынан басқа ештеңе білмейміз. Ұмытып кетіппін. Соңғы уақытта жүн жарамсыз қалған соң, оны далаға тастап, өртеп жатырмыз. Расында да жүннің жарамсыз қалуы көпшілікті мазалап отыр. Сондықтан да хабарымыздың бүгінгі санын осы тақырыпқа арнаймыз. Ал кеттік. Жүннің негізгі екі түрі бар. Бірі биязы, екіншісі қылшық. Биязы жүн Шығыс Қазақстан, Жетісу, Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында өсірілетін қой тұқымдарынан алынады. Жуылған биязы жүннің негізгі бөлігі Қытайға экспортталады. Ресми статистика Қазақстанда 7000 тоннаға жуық биязы жүн өндіріледі дейді. Алайда анығын айтсақ, оның өңдеуге жарамдысы тек жартысы болып отыр. Мұнымен қоса шаруалар селекция жұмысына назар аудармаған соң, биязы жүн қылшықтанып, ұзындығы қысқарып, қалыңдап кетті. Биязы жүн сізге дайын өнім болып жеткенше бірнеше өңдеу сатысынан өтеді. Алдымен жуылады, содан соң ол топысқа айналады. Топыстан иірім жіп жасалынады да, иірім жіптен дайын жіп, кейін одан киім не өнім дайындалады. Қазақстанда жүн жуатын 14 мекеменің екеуі ғана терең өңдеумен айналысады. Тараздағы Пош пен Түркістан облысындағы Шымкент Кашемир зауыты. Қалғандарын өңдеу орындары деп айтуға да келмейді. Кішігірім цех ретінде ұйымдасқан шағын өндіріс ошақтары жүнді тек жуып, жартылай өңделген шикізат ретінде шетелге сатады. Тараз Поштың өзі инвесторлардың ауысуына байланысты терең өңдеу жұмысын тоқтатып тұр. Биязы жүнді дайын өнімге айналдырып, атап айтқанда нәски мен көрпе тігіп, сатып жүрген тек Шымкент Кашемир. 2015-16 жылдары Атырауда жаңа зауыт ашылған еді. Алайда шикізаттың жетіспеушілігінен бұл мекеме бос қаңырап тұр. Атыраудағы зауыттың жағдайы мүшкіл болатыны туралы кей мамандар о баста айтқан болатын. Бірақ жергілікті шенеуніктер оған құлақ асқан жоқ. Шынында да жөнін айтсақ, Тараз Пош пен Шымкент Кашемирдей ірі зауыттардың өңдеу қуаттылығы елімізде жиналатын биязы жүн көлемінен 4 есе көп болып тұрғанда жаңа кәсіпорын ашып не керек? Жалпы биязы жүнде аса алып бара жатқан проблема жоқ. Тек осы зауыттар үшін салық, экспорт пен импорт мәселелерін мейлінше жеңілдету керек. Гәптің бәрі қылшық жүнде болып отыр. Елімізде жыл сайын жиналатын 41 мың тонна өнімнің 34 мыңы жартылай қылшық және қылшық жүн. Соның 99% жарамсыз қалып, бір бөлігі далада шіріп, бір бөлігі өртеніп жатыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын киіз басатын кішігірім мекемелер қолдан келгенше қылшық жүнді сатып алатын. Алайда киіз өнімдеріне сұраныс болмаған соң, бұл жұмыста тоқтады. Шаруалар үшін қылшық жүн пайда әкелу тұрмақ, қой қырқу шығынның жартысында жаппайды. Бір қойдан шығатын 3-4 келі шикізат 250 теңгеге сатылса, қойды қырқу шығыны кем дегенде 500 теңге болып отыр. Әрине, қылшық жүннен түбітін бөліп алып, оны әйтеуір бір өнімге жаратуға болар еді. Алайда өңдейтін зауыттардың айтуынша, қазіргі қойлар түбітте бермейтін болды. Бұл ретте ауыл шаруашылығы министрлігіне ренжудің еш қажеті жоқ. Жөнін айтсақ, мұның негізгі екі себебі бар. Біріншіден, жүннен жіп иіріп, одан киім тоқу ауыл шаруашылығы емес, жеңіл өнеркәсіп саласының еншісінде. Оған индустрия министрлігі жауапты. Жалпы Қазақстанда жеңіл өнеркәсіпке ешкім көңіл бөлмей отыр. Көрші Қырғызстан бұл саланы баяғыда қолға алып, экспорттық нарыққа шығып кеткен. Базарға барып киініп жүргендер оны жақсы біледі. Екіншіден, қылшық жүннен шығатын негізгі өнім киіз сұраныссыз қалды. Қазіргі әскерде баяғыдай шинель кимейді. Киіз үй жасайтындардың жыл бойы алатыны 20 тонна. Ал елімізде 34 мың тонна қылшық жүнді жарату керек. Мұндайда не істеу керек деген заңды сұрақ туындайды. Қылшық жүнді өртемей, оны кәдеге жарату үшін білекті сыбанып, одан нарыққа қажет қандай өнім шығаруға болатынын анықтау керек. Индустрия министрлігінің құлағына алтын сырға. Шымкент Кашемир зауыты мамандарының айтуынша,
Қылшық жүннен құрылысқа қажет жылыту материалдарын жасауға болады. Бірақ ол сұранысқа ие бола ма? Жасаған күнде де шаруалардан қылшық жүнді сатып алу бағасы өсе ме? Осының барлығын ғылыми тәжірибелік және экономикалық тұрғыда түбегейлі зерттеу қажет. Жөні осы, келесі кездескенше.